Марк және оның досы Эльва екеуі Эльваның үйінде тығылыспақ ойнады. Бұл жолы Эльва көзін жұмып 20 секундқа дейін санайтын болатын, ал Марк болса басқа жерде тығылатын орын іздейтін. Эльва іздеп жатқан кезде Марк тығылатын жер іздеп жатты. Бір кезде ол коридордың бер жағынан бір әженің бөлмесін көріп қалды. Ол әже бір орында қозғалмай теледидар қарап отырды. Маркты қорқытқаны оның жай отырғаны емес, телевизордың істемегені, жай ғана помех беріп тұрғаны. Сол помехқа ол әже қарап отырды. Ал Марк болса оған назар аудармады да ары қарай басқа жерге тығылуға кетті. Ол коридорда ұзақ тұрды. Анда тығылсам бола ма, или мұнда деп. Бірақ та ол жақсы жер таппады. Сондықтан ол бағанағы әженің бөлмесі қолайлы деп ойлады да қайтадан артқа барғысы келді. Ол әженің комнатасының жанына барды да ойланып тұрды. Және ол ойланғаннан бір нәрсе шықты. Ол әже жай ғана ұйықтап қалған деп ойлады да ақырын бөлмесіне кіріп, төсектің астына тығылып қаламын деп ойлады. Және ол ақырын елді де төсектің астына тығылып жатты. Бір кезде ол сол орындыққа қараған кезде ол жерде ешкім болған жоқ. Қатты тыныштық, және оған әрбір секундтар бір жыл немесе одан да көп уақыттай болды. Одан соң оның төсегінің қасына бір аяқтар келді. Ол жалаң аяқ, бағанағы әженің қорқынышты аяқтары болды. Марк Эльва бұл комнатаға қашан кіріп мені іздейді, соны күтіп отырды. Эльва кіріп сұрады, бұл жерге бір бала кірген жоқ па деді. Ал бірақ бұл әже болса, бұл жерде ешкім жоқ менен басқа деді. Ал Эльва болса дәл сол кезде есікті жауып кетіп қалды. Марк қатты қорықты, бірақ та ештеңе істей алмады. Ол әже біраз уақыт отырды да аяғын төсектің үстіне көтерді және төсекке жатты. Ал Марк болса кішкене 5-10 минут жатып тұрайын және қашып кетуге де болады деп ойлады. Және ол біраз уақыттан соң Эльва өзінің қорқып тұрған Марк досын төсектің астынан шығарып алды да менің әжем соңғы кездері өз-өзіне келе алмай жатыр. Сондықтан оның бөлмесіне